салып шықтым. Қазір біз сағаттың ұзын тілімен жұмыс жасайық алдымен. Егер ұзын тілі, яғни минуттық тілі бір рет айналып шығатын болса, ол 1 сағат жүрген болып есептеледі. Ұзын тіл 1 сағатта 360 градусты айналып өтеді ғой, бір рет. Сонда ұзын тіл әрбір 5 минут сайын 360-ты 12-ге бөлгенде, 360-ты бөлеміз 12-ге тең 30 градустан. Яғни ұзын тіл туралы айтып жатырмыз әлі. Сонда ұзын тіл 30 градустан жүріп тұрады әрбір 5 минут сайын. Если общий айтатын болсақ, 1 сағатта 360 жүреді. Мына бір айналып шыққан кезде. А так ұзын тіл негізі 30 градусты 5 минут сайын жүріп тұрады. Либо 1 сағатта 60 минут бар ғой, 360 градусты өтсе, онда ол 1 минутта, то есть әрқайсы кітай 1, 2, 3 деп 60 рет жүрген кезде 360-ты жүрсе, значит 1 минутта 6 градусты жүріп тұр ғой. Потому что 360-қа бөлеміз 6 градус. Бұның бәрі әлі только минут тілі туралы айтылып тұрмыз. Енді қазір сағат тіліне келеміз. Мысалға, 2 болсын, сағат тура. Сағат тілі 1 сағатта, міне, 1 сағат деген қазір 2-ден 3-ке қарай түсетін болса, 1 сағат. Мына кішкентай тіл, кішкентай жылдамдықпен жемендеп 3-ке қарай түседі. Ол уже 1 сағатта 30 градус жүреді. А бағана ұзын тілі 1 сағатта 360 градус жүрген тұғын. Естеріңізде ғой? 1 сағатта 30 жүретін болса, это значит 60 минутта 30 градус жүреді ғой. Так, 60 минутта 30 градус. 1 сағат, потому что 60 минут, Значит, 60 минутта 30 градусқа жылжыса, 1 минутта, бұл уже пропорция, 30-ды 60-қа бөлеміз, на екеуін көбейтіп, 60-қа бөлгенде 0,5 градусқа ғана жылжиды. То есть, бұл нені білдіреді? Сағат тілі бар ғой. Мына минут тілі қозғалған сайын, тоже қозғалмайтын бет. Мысалға, қазір сағат примерно 2-ден 35 кетсінші, тура 2 емес, 35 кетсін. Өгізде мына сағат тілі тура 2-ның үстінде тұрмайды ешқашан, потому что мынау қозғалған сайын, ұзын тілі жемендеп қозғалған сайын, мынау да қозғалады ғой. Сондықтан өшіп тастаймын да. Примерно мына 2 мен 3-дің ортасына қарай түсірейікші. Примерно өшелерде. Потом мынау ұзын тілі 12-ге барған кезде мынау тура 3-ке түседі. Енді мен неге бұны айтып жатырмын? Потому что мына 12-ден бастап мынау 7-ге дейін жүрген кезде 35 минут жүрген жоқ па? 35 минут жүрген жоқ па? Сол кезде, если 1 минутта 0,5 градусқа жылжитын болса, значит 35 минутта неше градусқа жылжитынын екеуін көбейтіп арқылы білеміз. 17,5 градус. Бұл нені білдіреді? Бұл деген бағана сағат тура 2 тон. Сосын ол кішкентай 35 минут жүргеннен кейін кішкентай қарай түсіп кетті. Осы надан наған қарай түсіп кетті. Сонда осы жерде ол 17,5 градус жүрген ғой. Соны түсініп тұрсыздар ма? Потому что ол бағана толық жүрсе 30 градус жылжитын еді ғой, 1 сағатта, міне, 1 сағатта. Ал қазір 35 минут жүрді, бірақ сонда да 17,5 градусқа кішкене түсіп кетті. Соны білдіреді. Енді қазір мен мысал көрсетемін, қалай жалпы осы екі түсіндірген ережелерді қолдану арқылы қалай есеп шығарамыз, соны түсіндіремін. Ең оңай мысал біріншісі 17:00. Минут тілі мен сағат тілінің арасындағы градустық өлшемді табыңыз дейді. 17:00 деген 5. Кішкентай тілі тура 5-дің үстінде тұрады, үлкен тілі тура 12-ның үстінде тұрады. Екеуінің арасы деген мына жерде сұрап тұр, сіздерге қанша градус? Оп-оңай 12-ден 5-ке дейін 1, 2, 3, 4, 5 сағат. Ал біз бағана айттық, 1 сағаттың арасында 30 градустан болса, 5 сағаттың арасында көбейтеміз 30 градустан, сонда 150 градус. То есть қазір сағат пен минут тілінің арасы 150 градус. Келесі есеп 19-дан 15 кетті, 7-ден 15 кетті. Ұзын тілі 15 минуттың үстінде тура тұра береді. Ал сағат тура 7 емес, потому что тура 7 болса ғана 7-ның үстіне тұратын еді. 15 кеткеннен кейін мынау кішкене, мысалы тура 7-ге қоймай, кішкене 8-ге қарай жақындатамыз. Тура ортасында болса ол 7,5 болатын еді. А біз кішкене ғана былай жылжытамыз. То есть почти ортасына қарай жақын, бірақ 7-ден де асып тұр, нәтиже тұр. 15 кетті, потому что. Минуттық тілі мен сағаттық тілінің арасында градус. Бірінші былай есептеген ыңғайырақ. 3 пен тура 7-нің арасы неше сағат? 1, 2, 3, 4 сағат, Но
тура 7-нің үстіне тұрған жоқ деп айттым, иә. Мысалға қазір қызылмен белгілейінші. Мына мен мынаның арасына кішкентай тоже осы жерге қанша жылжығанын тауып алу керек, потому что қазір мынаған қосып жүреміз соны. 1, 2, 3, 4 сағатта әрқайсысы 30 градустан 120 градус қой. Қосамыз, мына кішкентай жерін тауып алу керек қазір. Қанша градусқа жылжыған. Оны қақтан білеміз? Оны біз наяқтан білеміз. Мен бағана айтқан болатын. Кішкентай тілі 1 сағатта 30 градусқа жылжиды деп, 60 минутта кішкентай тілі, значит, 30 градусқа жылжиды. Екеуі бірдей ғой, потому что. И пропорция арқылы 1 минутын тауып алған тұғымыз. Тең 0,5 градус деп. Егер де 0,5 градусты 1 минутта жүретін болса, значит, бізде мынау 19-дан 15 кетті ғой. Сонда 15 минутта қаншаға кішкентай сағат тілі жылжыған? 15 минутта тең мына екеуін көбейтеміз, 7,5 градусқа жылжыған екен. Сонда вот кішкентай жылжып тұрған аралығы 7,5 градус. Сонда бағанағы 120 градусқа қосылады 75 градус. Сонда сағат тілі мен минут тілінің арасы 127,5 градус екен. Сағат 19-дан 15 кеткен кезде. Шамалы қиындау мысал, сағат 23-тен 34 минут кетсе, қанша болады? 34 деген, 30 бен 35-тің арасында ғой. Мына екеуінің арасын міне 5-ке бөле салайықшы, түсініктірек болсын. Мына 30 болса, 31, 32, 33, 34-тің үстінде, значит, мына жерде тұр. Былай қарай барайық. Тура 34-те тұр, минут тілі. Сосын 23 деген ол тоже 23, яғни 11-дің үстіне тұрмайды, потому что уже 34 минут кетіп қалған. Значит, почти 12 мен 11-дің арасында болады, иә? Вот. Бұны неге мен қиын деп айтып жатырмын? Себебі бұл жерде қазір есептеу 2 рет болады. Бірінші бетейік. 6-тан бастай берейік, потому что 30-дан басталғандықтан мынадан ала берген дұрыс. 6-тан бастап, міне 6, 7, 8, 9, 10, 11 ғой. Негізі 5 сағат көбейтіледі, әрқайсысы 30 градустан, негізі 150 градус тұғын. Бірақ қазір 30-дің үстіне тұрған жоқ, 34-тің үстіне тұр. Ал біз білеміз, минуттық тілін еске сақтайық. Минуттық тілі 60 минутта, яғни 1 сағатта бағана 360 градусқа баратын тұғын. Ал 1 минутта 6 градусқа баратын тұғын. Естеріңізде ма? Ең баста түсіндіргенде. 1 минутта 6 градусқа. Ал ол уже 4 минут жүріп қойған, потому что 30, 31, 32, 33, 34, иә? Сонда 4 минутта 24 градусқа жылжиды екен ғой. 24 градусқа жылжиды. То есть бізге мына жер керек емес уже. Вот 6-тан бастап 34-ке дейін, яғни 30-дан бастап 34-ке дейінгі аралық керек емес. Почему? Потому что минуттық тіл мен сағаттық тілінің арасы мына жер емес па, ортада. Мынауын алып тастау керек. Сонда 150-ден алып тастаймыз 24-ті. Тең 126 градус пока что. И әлі есеп біткен жоқ, потому что 11-ге дейін алып тұрық қой біз, а ол кішкене жылжып кетті не қарай. Міне қазір көрсетейінші. Тура 11 емес, ол уже не тұр. Сонда бізге мына аралықты тауып, жаңағы 126-ға қосуымыз керек. Потому что сағат тілі осы жерде тұр ғой. Енді мұндай қиын емес. Бағана естеріңізде болса, енді сағаттық тілін еске түсіреміз қайттан. 1 минутта 0,5 градусқа жылжитын болса, 34 минутта, потому что 11-ден 34 кетті, 34 минутта неше градусқа жылжиды? Мына екеуін көбейте саламыз, 17 градусқа. Вот, сонда ол 17 градус еще мына жерде қосылу керек бағанағы 126-ға. Қосамыз 17 градус. Тең 143 градус екен. Мына уақыттың арасы. Сағат тілі мен минуттық тілінің арасы 143 градус.